отырған болатынбыз. Қазір сіздердің алдарыңызда бірнеше тақта тұрады. Бірінші жол бастап кіреді. Бірінші тұрған оқушы кірген кезде сұрақ оқылады. Сұраққа жауап бермесе, ол оқушы сыртқа шығады. Яғни осы жерде 6 оқушының қаншауы мәреге жетеді, сол ойыншылар келесі кезеңге өтеді. Түсінікті ғой, онда бастаймыз. Сіздер біріңіздің атынан біріңіз тұрыңыздар. Жасыл бастайсың ба? Бастайды. Бірінші сұрақ. Мағжан Жұмабаев кім? Мағжан Жұмабаев ақын, публицист, ғалым және ұстаз. Яғни Сұрақ дұрыс. Алға жылжыңыз. Жауабы түрікшіл, философ, ақын, педагог, публистик, зерттеуші, ғалым. Екінші сұрақ. Мағжанның әкесінің есімі? Мағжанның әкесінің есімі Бекен. Сұрақ дұрыс. Келесіге өтіңіз. Үшінші. Ғұн түріктің арғы атасы дегенді Мағжан ақын қай шығармасында айтады? Түркістан туралы поэмасында. Қателестіңіз. Ойыннан шығыңыз. Мағжанды не үшін түрікшіл ақын деп атаймыз? Өйткені ол Түркістан өлеңін айтқан үшін. Дұрыс. Тағы жылжыңыз. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты деген үзінді қай өлеңнен алынған? Мен жастарға сенемін. Дұрыс. Мағжан ақынның туған жері? Туған жері Сасықкөл ауданы. Дұрыс. Жетінші сұрақ. Мағжанның атасы кім? Мағжанның атасы Жұмабай қажы. Сегізінші сұрақ. Шын хакім сөзін асыл баға жетпес деген өлеңнен кімге арнаған? Абайға. Түркістан ер түріктің бесігі ғой деген өлең жолдары арқылы ақын не айтқысы келді? Түркістанның қасиеттілігін айтқысы келді. Дұрыс. Уфа қаласындағы Ғалия медресесінде қай жылдары оқыды? 1923 жылдары. Жауап қате. Ойыннан шығыңыз. Мағжанның азан шақырып қойған шын есімі кім? Әбілмағжан. Дұрыс. Ер жүректі адамзаттың басына бұл жалғанда нелер келіп не кетпес деген жолдары қай өлеңнен алған үзінді? Жоқ, қате. Ойыннан шығыңыз. Көз ашып жұрттың ояу болған сайын хакимата тыныш бол, қадірін артар. Үзінді қай өлеңнен алынған? Ойыннан шығыңыз. Ақынның өлеңіндегі қалып кеткен сөзді табыңыз. Абақтыда екі сөз жаңылдым. Сөздердің орнына айтыңыз. Абақтыда жаңылдым. Сұрақ қайтар жүріңіз бір рет. Абақтыда көбінікке жаңылдым. Тұтқан болуы мүмкін. Қалып кеткен сөздерді айту керек. Басқа жауап қабылданбайды. Жан. Тыныш отырамыз, мына жақта қалай. Абақтыда айдан күннен жаңылдым. Жақсы, сау болыңыз. Ойын бітті сіз үшін. Келесі. Бізде бір ғана қыз қалды ма? Бір ғана оқушы қалды. Қанша сұрақ оқылды?
15 сұрақ оқылды. Қалған 5 сұрақты келесі кезеңде қойсақ болады. Сондықтан қалған оқушылар отырсын. Рахмет сіздерге. 15 сұрақтан бір ғана оқушы алға қарай шықты. Жақсы, сау болыңыздар. Енді Мәшақов оқуларына дайындалып келген 11-ші сынып оқушылары келсін. Ортада сіздерді күтеміз. Анасының есімі кім? Дәмеш. Дұрыс. Міржақыптың лақап кім болған? Меряқұл. Дұрыс. Міржақып қазақ әдебиетіндегі тұңғыш нені жазды? Роман. Дұрыс. Бақытсыз Жамал романы қай жылы, қай жерде басылып шықты? Сауал қайтармас. Бақытсыз Жамал романы қай жылы, қай жерде басылып шықты? 1990 қазан ба? Қазан. Жылы қате? Қазанда. 1910 жылы. Қатесіздің жауабыңыз. Келесі сұрақ. Міржақып Дулатұлының алғашқы кітабы қалай аталады? Оян қазақ. Дұрыс. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты деген жолдары қай өлеңнен алған үзінді? Оян қазақ. Дұрыс. Ақынның өлеңіндегі қалып кеткен сөзді табыңыз. Ішкен мас, сосын көп нүкте, тоқ боп жүруші. Жеген тоқ. Дұрыс. Ақынның қазақ жерлері өлеңі қалай басталады? Варианттарын оқи. А. Мен жоқ едім бір қалып анам тапты. В. 1731 санасында. С. Сайрайсың мұңды күймен жүз құбылтып. Д. Жүз құбылт даусыңды өрте өзегін. Б жауабы 1731 санасында. Дұрыс. 10-шы. Ақынның қай өлеңінен алынған үзінді? Тәртіпті медресе жоқ бұл қазақта. Салады сәбилерді тек азатқа. Медресе хақында. Дұрыс. 11-ші сұрақ. Ақынның қазақ халқына діни бір уағыз өлеңі қалай басталады? Варианттарын оқысам. А. Қазаққа дін хақында осы керек. В. Сынайын бір сақаны. С. Атқа мінер сұмдарға. Д. Жүз құбылт даусыңды өрте өзегін. А жауабы. Дұрыс. 12-ші сұрақ. Медресеге сайлансын екі молла, бір оқысын мұсылманша, бір орысша деген үзінді қай өлеңнен алынған? Бақытсыз Жамал или Оян қазақ? Жоқ. Жауап қате. Қазақ халқына діни бір уағыз деген өлеңнен алынған. Түртсе де жатырсың. Қазақ оянбай. Үзінді қай өлеңнен алынған? Жастарға деген өлеңнен алынған. Дұрыс. Ақынның пасық байларға өлеңі қалай басталады? Ақынның пасық байларға өлеңі қалай басталады? Варианттарын оқысам. А. Бай болсаң мақтанып. В. 1731 санасында. С. Сайрайсың мұңды күймен жүз құбылтып. Д. Жүз құбылт даусыңды өрте өзегін. А жауабы бай болсаң мақтанып. Дұрыс. Келесіге өтіңіз. Ақынның қазақтың ру басшыларына өлеңі қалай басталады? Варианттарын оқысам. А варианты. Бай болсаң мақтанып. В варианты. 1731 санасында. С варианты. Қазағым саспайсың. Д варианты. Жүз құбылт даусыңды өрте өзегін. Қазағым саспайсың. Дұрыс. Келесі сұрақ. Есімін воздушный шар деп қойды. Халық бұрын көріп пейді мұндай істі. Үзінді қай өлеңнен алынған? Хунармен пайда болған нәрселер. Хасыл болған нәрселер. Келесі сұрақ. Мұнымен мал шашылып әр кетеді. Күшті әсерет нашардан хал кетеді. Үзінді қай өлеңнен алынған? Варианттарын оқысам. А. Қазаққа дін хақында осы керек. В. Сайлаулар хақында. С. Жастарға. Д. Хунарменен хасыл болған нәрселер. Сұрақты қайталап оқысаңыз. Мұнымен мал шашылып әр кетеді. Күшті әлсіреп нашардан хал кетеді. Үзінді қай өлеңнен алынған? Сайлау хақында. Дұрыс. 18
екіншісі сұрақ. Міржақып Дулатұлы кім? Ақын, жазушы, ағартушы. Дұрыс. 19-шы сұрақ. 1913 жылы ол Ахмет Байтұрсынұлымен бірге қандай газет шығарып, басылымның бұдан кейінгі жұмысына белсенді араласады? Қазақ газет. Дұрыс. Ең соңғы сұрақ. 1922-1926 жылы Орынбордағы ағарту институтында кім болып жұмыс істейді? Оқытушы болып жұмыс істейді. Дұрыс. Барлық сауал. Керемет. Мына екі сынып бойынша 9-шы сыныптағы 20 сұрақ, мағжан оқулары бойынша 11 өлең және өмірбаяннан оқып келесіздер деген тапсырма болған. 11 өлеңнің тақырыптары берілген. Дәл сол сияқты Міржақып Дулатұлының 11 өлеңі мен өмірбаяны туралы оқып келесіздер деп берілген болатын. Қазір өздеріңіз көріп отқандай, қай сыныптың оқушылары жеңіске жетті деп ойлайсыздар? 11-ші сынып оқушылары жақсы дайындалып келген екен, және екінші кезеңге қанша оқушы жолдама алып отыр қазір? 5 оқушыдан 4-еуі жолдама алып отырып, өкінішке орай экран келесі кезеңге өтпей қалды. Ал 9-шы сыныптың оқушыларынан бір ғана оқушы соңғы кезеңге дейін жетті. Ол кім? Махаматқова Дилмира. Енді мен ойлаған едім, бір 2 оқушы кетсе қалғаны қалатын шығар деп. Қалай ойлайсыздар? 2-ші турға 9-шы классқа тағы бір мүмкіншілік береміз ба? Егер беретін болсаңыздар, шапалақ ұрайық. Аны қыздар, сіздер жылап отыр едіңіздер ме? Келесі турға тағы да дайындаласыздар. Кальмар ойыны сіздер үшін біткен жоқ. Әлі бір тур бар. Бірінші кезеңіңіз бітті. Екінші кезеңнен өтіп, үшінші кезеңге жеткен оқушыларға, бірінші, екінші, үшінші орын алған оқушыларға мектептің тарапынан оқуға құштар мектеп жобасы бойынша жүлделі орындар беріледі. Жалпы қатысқан оқушылардың бәріне бірдей грамотамен, алғыс хаттармен марапатталады. Әйтсе де соңғы неге ұмтылуымыз керек балалар? Жүлдеге ұмтылуымыз керек. Бірінші орын алмасақ, екінші орын алмасақ, үшінші орын алуға мүмкіншілік бар ма? Сондықтан балалар, қазір біз 2 командадан бір оқушы шақырайық. Мияқтан Лабар, мияқтан кім шықсын, Дилмира? Бүгінгі күн ойыннан алған әсерлерің қандай және қандай тақырып таңдайтындарыңды айтыңдар. Қазір мен бұл 2 командаға әрине Мағжанды да, Міржақыпты да оқып біткен жоқ. Екінші турға 2 командаға бірдей қазақтың тұңғыш романын жазған кім еді? Міржақып. Романның аты қандай еді? Бақытсыз Жамал. Сол Бақытсыз Жамал романын оқып келесіздер. Мен тек қана романның ішінен сұрақ қоямын. Келісесіздер ме? Олай болатын болса, біз бүгінгі ойынымызды бітірейік. Ал мына жерде көріп отырған Әділқазылар алқасына бір ауыз сөз берейік. Өздерінің пікірін білдіріп кетсін. Сәлеметсіздер оқушылар. Бүгін сайысқа қатысып жатқан 2 командаға да көп рахметімді айтамын. Әсіресе 11-ші А сыныпқа көп рахметімді айтамын. Өйткені бұлар тестке дайындалып жүріп, қосымша осындай сайыстарға да дайындалып жүргеніне. 9-шы сыныптарда осы ағаларынан ағаларынан үлгі алып, болашақта көбірек жауапкершілікпен қараймыз деп ойлаймын. Сәттілік, келесі сайысқа жақсылап дайындаламыз, жүлдені алуға тырысамыз. Сондықтан кітап анау айтқандай Бақытсыз Жамал үлкен емес, кішкентай ғана шағын ғана оқып, ішіндегі барлық сұраққа жауап беретіндей болыңыздар келесіздерге. Ары қарай Ибрахим ағайдың қолыңызда. Саламатсыздар ма ұстаздар, қымбатты оқушылар. Мына сайысымызды көріп отырмыз. Өте қызықты өтті сайысымыз. Мен өзім де қызығып отырмын. Сұрақтарға жауап бере алмай қалған жерінде бір жауап бергім келген. Оқушылар дайындалайық. Мына романды оқиық, қызықты романда өлеңдерді жақсылап жаттап келейік.
мына апайымыз ұстазымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Мынау балдардың қызығушылығы ол ұстазға деген құрметте көрініп тұр. Рахмет үлкен. Сайыс өте қызықты өтті. Келесі сайысқа жақсылар дайындаламыз. Тек қана алға оқушылар. Рахмет. Рахмет. Мынау ойынға қатысқан оқушыларға да алғысым шексіз. Және мына көріп отырған оқушылар, сіздерге де көп рахмет.